Қайырлы күн. Бүгінгі видеода мен Lumen Bell жасанды интеллекттің көмегімен видеоны жасау алгоритмін сіздерге түсіндіретін боламын. Жалпы lumenbell.com сілтемесі арқылы видеоның описаниясына қалдырып кетемін. Өтіп, ең алдымен осындай экран шығады сіздерде. Ең жоғарғы оң жақ кнопкасында кіру батырмасы бар. Және тіркелу батырмасы бар. Сіздер егерде бұл сайтпен бұрын қолданбасаңыздар, екінші кнопканы басу керек. Одан кейін келесі мәлдір шығады бізде. Бұл жерде аты жөндеріңізді, жұмыс почталарыңызды және жаңадан пароль ойлап тауып, жаңа аккаунт құру батырмасын басу керек. Ал кімде аккаунт бар, мына жердегі логин батырмасын басу керек. Содан кейін сіздерде видеоның дизайнын таңдау ұсынылады. Дизайн саны жетерлік мына скриншотта. Мына қадамда инструкцияның екіншісін таңдағалы тұрмын. Видеоның инструкциясы таңдалғаннан кейін Use Template көк кнопканы басып, ары қарай AI Voice Over жасанды интеллект көмегімен видеоға озвучка жасау батырмасын басу қажет. Мына жерде видеоның тақырыбын және осы видеода айтылатын үш негізгі ойды жазу қажет. Батырмада видеоға сәйкес, тақырыбына сәйкес сурет жүктеп, мына жерге текстті ChatGPT арқылы не болмаса өзіңіз құрастырып жазсаңыз болады. Мысалы, мен таңдаған тақырып органикалық қосылыстар. Содан кейін бұл сервис видеода айтылатын ақпаратты жеке бөліктерге бөліп қарастырады да, әр бөлікті жеке тыңдау мүмкіндігін сіздерге ұсынады. Одан кейін Convert to Video, мына жерде жалғастыру ары қарай видеоға конвертациялау кнопкасын басып, жариялау деген кнопканы басып, сіздер дайын видеоны ала аласыздар. Мына бір қадамда AI Voice Over мәтіндерін басқан кезде екі тегін дауыс версиясы шығады. Әйел адамның және ер адамның. Қазақ тілі әлемдік тілдер қатарына жатпағандықтан озвучка жасаған кезде қазақы әріптерді қате айтуы мүмкін. Орыс тіліндегі озвучка, орысша айтқанда, более корректно естілетін болады. Ақыр соңында осындай видеоролик шығады. Бұл жерде сіздер видеоны реттеп өзгерту кнопкасын баса аласыздар, болмаса жүктеу кнопкасы. Ақыр соңында мынандай видеоролик шығады. Осымен видео инструкцияны аяқталды. Organikalik kosilistar. Sutekatomdarin anturatin химиялык заттар классы. Олар тири организмдердин тиршилигинде манызды рол аткарады. Комирсулар. Нуклеотидтер жатыны амин кышкылдары сиякты табиги курылымдарды камтыды. Бул косилистар курылымына карай ациклды. Циклды. Ароматты және гетероциклды түрлерге болинеди. Бір түрдин озиндик ерекшеликтери бар. Олар химиялык реакцияларга жетнекне касиеттерине. Сер етеди. Функционалды топтарга байланысты органикалык косилистар түрли кластарга болинеди. Мисалы спиртер, кышкылдар жатны эфирлер. Бул топтар косилистардын химиялык касиеттерин анықтайды. Органикалык химия, органикалык косиндардын, синтезин, зерттеулерин,
Жата нека асиетерин анектаумен айналысады. Бул сала валентилик, теорияларимен, бутлеровтин усыныстары, аркылы дамыды, гылымнын манызды, болигіне айналды.